Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге трайфл милка дайындайтын боламыз. Бұл ютубтағы хит болып жатқан рецепттердің ең үздігі, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқаларымыздың барлығын жарып, ыдысымызға салып аламыз. Содан соң қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Ағарғанша миксерлеу қажет. Бұл жолы мен 5, шамамен 7 минуттай миксерледім. Енді ағарған жұмыртқамызға сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Сұйық май құямыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Енді ұнымызға барлық құрғақ ұнтақтарымызды қосып, жақсылап араластырып ұнтақтардың барлығын електен өткізіп, бөлікке бөліп, 4 немесе 5 бөлікке бөліп, шетінен салып отырып араластырамыз. Барлық ұнымызды, құрғақ ұнтақтарымызды бірден салып жіберсеңіздер, қамырыңыз көтерілмей қалуы мүмкін, тапталып қалады, сондықтан 5 не 6 бөлікке бөліп саламыз. Мінекей менде дәл осындай сұйық қамыр шықты. Барлық қамыр дәл осындай болып шығу қажет. Енді пісіретін табамызды сұйық маймен жақсылап майлап алатын боламыз. Содан соң ыдысымызға салып, барлық сұйық қамырымызды құйып, қызып тұрған пешке 170 градусты 25 минут пісіретін боламыз. Пешіңізді алдын ала қыздырып қойыңыз. Енді кремін дайындаймыз. Креміне бізге салқын кілегей қажет. Кілегейіңіз міндетті түрде салқын болу қажет. Бұл енді шұңғылдау тұста сливкемізді жақсылап миксерлейтін боламыз. Шамамен 5-3 минуттай миксерлеу қажет. Қоюланған кезде қойытылған сүтімізді қосамыз. Енді бұл жолы 7-8 минуттай жақсылап араластырамыз. Сливкеңіз қою болу қажет. Ол шарт, және де 35%-дан кем болмауы керек. Менде міне пісті. Қамырым өте жұп-жұмсақ болып піскен. Видеода барлық көрсетілген. Енді барлығын қолымызбен үгітіп шығатын боламыз. Барлығы үгітілген қамырымызды, бисквиттерімізді ыдыстарымызға жақсылап салып шығамыз. Ыдыстарымызға салғанда үстінен қатты басып қажет емес. Бисквиттер үгітіліп тұру керек. Енді мен варенкамен сүтті араластырып, пропитка жасаймын. Пропитка жасау өздеріңіздің қалауларыңызша. Егерде бисквиттеріңіз өте жұп-жұмсақ әрі сұйық күйде болғанын қаласаңыздар, пропитка жасауларыңыз керек. Енді кремімізді саламыз. Қасықтап салып шығамыз. Кремдеріміз біркелкі бисквиттің үстін қаптауы қажет. Енді
креммен қапталған бисквиттеріміздің барлығын үстіне шоколадтан жасалған глазурды бетіне қойып шығатын боламыз. Бұны мен сары май мен шоколадты ертіп жасадым. Енді осылай бетіне қаптап болғаннан кейін орта жақтарынан оюларды таяқшамен жасап шығатын боламыз. Біркелкі шоколадпен қаптап шықсаңыздар да болады, бірақ маған осылай оюлармен істеген ұнады. Менде бір жасағаннан 5 бөлігі шықты. Енді бетіне жеміс жидектермен әсемдейтін боламыз. Әсемдеу барлығы өз қалауларыңызша. Міне менде дайын болды. Бұл торт секілді тоңазытқышта тұруды қажет етпейтін мелка. Сондықтан да дәл қазір дәмі өте керемет болып шыққан. Дәмі өте күшті және жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып ұмытпаңыздар.